Достар, сәлем, сіздермен Диляра, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тауық етінен жасалған подлив рецептісімен бөлісетін боламын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Үй жағдайында жасалатын подливке бірінші етті орташа етіп турап аламыз. Барлық көкөністерді кішірек кубик қылып бірдей пішінде тураймыз. Пекинская капуста мен пиязды орташа етіп турап, кинза мен сарымсағымызды ұсақтап аламыз. Алдымен қазанға май құйып, орташа отта пиязды қуырып аламыз, сарғайғанша. Үстіне етті салып, тағы қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка қосамыз. Етіміз қуырылған соң, үстіне редька мен сәбізді саламыз. Бес-жеті минуттай орташа отта қуырылған соң, үстіне қызыл перец светофор салып, артынан картоғымызды салып қуырамыз. Екі минуттай қуырылған соң, бір ас қасық томат пастасын қосып араластырамыз. Үстіне туралған пекинская капустамызды салып араластырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз.
Енді беті жабылғанша дейін су құйып, қақпағын жауып, дайын болғанша пісіреміз. Барлығы пісіп дайын болғаннан кейін кинзамен ұсақталған чесногымызды салып, бетін жауып қоямыз. Есі керемет, өте дәмді подливіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лагманмен де, күрішпен де бере беруге болады. Үй-ішілеріңізді осындай аспен қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларымды жіберіп алмаңыздар.